Мен оқыған ең алғашқы шығарма Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар». Көлемді әдеби шығармаларды оқуды 12 жасымнан бастадым. Кітаптың қоғамдағы рөлі қашанда өзекті, тек сол кітаптың құндылығын түсіне білген адам үшін. Жалпы адамның кітап оқу арқылы дүниені тануға деген қарымы шыңдала түседі. Ең көп кітап оқыған кезім 2000 жылы. Ол кезде бірінші курстың студентіміз. Сол кезде көп оқыдық. Бұл енді сандық технологиялар дамығанменен кітап оқу маңызын жоғалтпайды. Түсіне білген адамға. Әрине, сандық технологияның да беретіні көп адам баласы үшін. Бірақ меніңше кітаппен екеуі бір-бірінікін бере алмайтын секілді. Кітап оқу мәдениетін арттыру үшін меніңше осындай қоғамдық орындарда кітап қоятын, жаңағы жауын тимейтін сөрелер көбейту керек. Тегін кітап оқитын, және адамның мәдениетін соған қалыптастырса. Екінші, жаңағы ұялы телефондағы кітап оқитын арнайы бағдарламалар кеңінен насихатталу керек шығар. Мен ұсынатын 3 кітап Мұхтар Мағауиннің «Аласапыраны», содан кейін Қалихан Ысқақтың «Түгел» шығармасы, 3-ші Абай жолы Мұхтар Әуезов.